Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar men sport жаңалыктары videoni boshlamas burun arnaga tirkelib, videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizde bo'ladi. Sizlardan qo'llov, bizlardan eng oxirgi жаңалыктар. Ivan Dichko men Bahodir Jalolov kim mixti? ChatGPT'ga so'ranisga yozib ko'rdik. Bo'lay javob berdi ChatGPT. Ivan Dichko men Bahodir Jalolovning kim mixti ekeni turali naqdi aytuv qiyin. O'ytkeni ular kasbiy reytingda ali кездеспеген. Biroq ularning avesqo'y boksdagi natijalariga qarab, кейбір qo'rqindilar жасауға bo'ladi. Avesqo'y boksdagi кездесулер Ivan Dichko men Bahodir Jalolov 4 ret кездескен. Және осы кездесулердің барлығында Ivan Dichko жеңіске жеткен. Бұл оның Jalolovdan тәжірибесі көбірек болғанын көрсетеді. Kasbiy boksdagi жетістіктері Ivan Dichko 14 жеңіс 13 нокаут, Bahodir Jalolov 14 жеңіс 14 нокаут. Kasbiy dengeyde екеуі де өте мықты, бірақ Jalolov 100% нокаутпен жеңуі оның соққысы ауыр екенін көрсетеді. Сонымен қатар ол Олимпиада чемпионы 2020, ал Dichko Олимпиадада 2 рет қола жүлде алған 2012-2016. Физикалық көрсеткіштері Ivan Dichko бойы 206 см, қолының ұзындығы 210. Bahodir Jalolov бойы 201, қолының ұзындығы 200. Dichko бойы мен қолының ұзындығы жағынан басым, бірақ Jalolovның күші мен техникасы жоғары болуы мүмкін. Қорытынды, егер олар кәсіпқой рингде кездессе, кімнің жеңетіні нақты белгісіз. Dichko тәжірибелі, бірақ Jalolov өте агрессивтік және нокаут күшіне ие. Егер жекпе-жек ұзаққа созылса, Dichkoның тактикалық артықшылығы болуы мүмкін, ал егер Jalolov алғашқы раундтарды шабуылдық жасаса, нокаутпен жеңуі ықтимал. Бұл жекпе-жек бокста нағыз жанкүйерлері үшін өте қызықты болар еді. Сіз қалай ойлайсыз, кім жеңеді? Деп ChatGPT жазып қалдырыпты. Достар, бұл ChatGPT интернет компьютер болады, бұл ешқандай сайт или журналист жазбаған. Бұл екеуін анализ қылып көрсетеді, Ivan Dichko мен Bahodir Jalolovты. Содан көрсеткені бұл. Ешқандай журналист жазбаған. Бұл нақты анық емес. Екеуін анализ қылып көрсеткен. Қайсы боксшыларды мен ChatGPT-ге жазып, анализ қылып көрсетейін достар. Сіздер мен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.